Мен Бекмағамбетова Гүлайша Бауыржанқызы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 2013 жылғы түлегімін. Дүниедегі құбылыстың мәнінде, интернеттің, жаңалықтың бәрінде мүмкін емес информатикасыз түсіну деп, мен осы саланы таңдап, болашағыммен байланыстырдым. жылы ауданымыздағы тарихы терең білім ордасы номері 220 орта мектебіне бағдарламашы болып жұмысқа орналастым. Ал 2020 жылдың қаңтар айынан бастап информатика пәні мұғалімі болып ауыстым. «21 ғасыр техниканың озық дамыған ақпараттандыру ғасыры. Олай болса, менің міндетім ақпараттық технологияны меңгерген, бәсекеге қабілетті, жат-жақты тұлға тәрбиелеу». Информатика кабинетінде мұғалімнің ұқсатынсыз тоқты қозғауға болмайды. Ылғақ қолмен лас-лас қолымен компьютерді ұстауға болмайды. Мұғалімнің ұқсатынша компьютерді қосып түсіндіруге болмайды. Информатика кабинетінде тамақ жеуге болмайды. Компьютердің негізгі бөліктері. Мынау монитор, мынау желілік блок, мынау пернетақта, мынау тінтуір.